Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен самсаның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, жұмсақ, сәтті болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Сәтті рецепттің бірі болады. Каналыма тіркеліп, подписканы басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге құрамына керегі қамыр, тартылған ет, картоп, пияз және сәбіз қажет болады. Алдымен пиязымызды майдалап турап дайындап аламыз. Пиязымыз осымен дайын болды. Енді картопты да майдалап турайтын боламыз. Картопымыз да осымен дайын болды. Картопты пияздың үстіне салып, енді сәбізімізді майдалап турайтын боламыз. Сәбізіміз де дайын болды. Енді сәбізімізді де картоптың үстіне саламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды себіп салатын боламыз. Қара бұрыш саламыз дәміне қарай. Паприка саламыз дәміне қарай. Енді үстіне тартылған етімізді саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сұйық май құямыз. Тағы да араластырып аламыз кішкене. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді менде дайын қамыр, мен алдын ала дайындап қойған болатынмын. Сондықтан дайын қамырдан жасайтын боламын. Ұзын шағып кесіп, кіші бөлікке бөлеміз. Сосын айналдырып, осылай дөңгелектеп алатын боламыз, жан-жағын жөндеп. Енді қалған қамырымды кесіп дайындап аламын.
Енді қамырымызды ұнға малып алып жаямыз. Қатты қалың болмау керек, қатты жұқа болмау керек. Орташа ғып жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, ішіне салмамызды салып түйетін боламыз. Енді бір бетін басып, қатты жан жағын қамырды басамыз қолмен. Басып алдық, енді ішке қарай басып түйетін боламыз. Міне осымен біздің самсамыз түйіліп дайын болды. Тағы да біреусін жайып көрсетемін сіздерге. Түсінікті болу үшін тағы біреусін дайындап көрсетемін. Қамырымызды жаямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді салмамызды саламыз. Тағы да бетін жауып қайырып, жан жағын қаттырақ басып, сосын түйетін боламыз ішке қарай. Қаттырақ саусақтың ұшымен басып отырып түйеміз. Міне самсамыз дайын болды. Енді ыдысымызға салдық. Тағы бір жұмыртқаны жарамыз. Бір жұмыртқаны жарып, кесечканың көмегімен кішкене араластырып аламыз. Сосын самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Кесточканың көмегімен міне жағып жатырмын. Барлық самсаның бетіне осылай жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болдық. Енді бетіне күнжіт себеміз және мак себеміз. Пешімізде 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне самсамыз пісті.